Видео сабақты жүргізетін мен Құттымұратова Балзия. Сәлеметсіздер ме балалар? Барлығымыз 5 құндылықты есімізге түсірейік. Ақиқат, сүйіспеншілік, дұрыс әрекет, ішкі тыныштық және қиянат жасамау. Ал енді бірге 5 ережесін есімізге түсірейік. Тәртіп, талап, тыныштық, тазалық, татулық. Ендеше балалар бүгінгі сабақта тәртіпті сақтап, оқып білуге талпынып, тыныштық орнатып, тазалықты сақтап, күнімізді татулықпен өткізейік. Өткен сабақта сендерге үйге ата-аналарыңмен бірге оқып келуге толағай аңыз ертегісі берілген болатын. Барлығымыз оқып келдік пе? Ендеше қазір тексеретін боламын. Оқушылар, ертегі не туралы? Дұрыс айтасыңдар, толағай атты бала туралы. Балаға неліктен толағай деп ат қойды? Алтын айтарлы алып бала жыл санап емес күн санап ержеткендіктен, туған туыстары да көркейіп келе жатқан баланы өз атымен атамай, көз тимесін деп толағай деп атап кеткен. Толағай не үшін тауды арқалап келмекші болды? Толағайдың ауылы жазық, бұл теріліп тоқтайтын тауы жоқ, жаңбыр жаумағандықтан тауға келмекші болады. Толағайдың іс-әрекетін қалай бағалауға болады? Өте батыл, өз жерінің қамын ойлайтын кеңпейілді бала. Оқушылар, елге қызмет ету деген сөзді қалай түсінесіңдер? Елге қызмет ету дегеніміз елдің қамы үшін, тыныштығы, қауіпсіздігі үшін әрекет жасау. Дербес адам дегеніміз кім? Дербес адам дегеніміз өз алдына жеке ешкімге бағынбайтын адам, тұлға. Түйін. Оқушылар, бұл аңыз әңгімеден біз өз елің үшін пайдалы іс-әрекет жасай білу керек екендігін байқаймыз. Отан үшін отқа түсіп күймейсің деп ата-бабамыз бекер айтпаған ғой. Еліміз үшін пайдалы жұмыс жасауға тырысайық және әрбір бастаған жұмысымызды жауапкершілікпен орындауға тиістіміз. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз дербестік және жауапкершілік деп аталады. Жаңа тақырыбымыздың дәйек сөзі жауапкершілікті сезінуден жан атаулы биік дейді. Қанекей барлығымыз осы дәйек сөзімізді бірге оқиық. 1, 2, 3. Жауапкершілікті сезінуден жан атаулы биік дейді. Ал енді тек қана ұлдар оқиды. 1, 2, 3. Жарайсыңдар. Ал енді тек қана қыздар оқиды. 1, 2, 3. Жарайсыңдар оқушылар. Ал енді барлығымыз дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді және де тақырыбымызды, дәйек сөзімізді жазып алайық. Оқушылар, менің сендерге әкелген сыйым бар. Қазір тақтаға назар аударайық. Бейнебаян қосылады, мұқият тыңдаймыз. Ертеде ақшасы мен дәулетінің көптігіне қарамай, өмірінен түңіліп, өмір сүруден жалыққан бір ханзада болған екен. Достары, іні бауырлары аңшылыққа шығып, қыдырып жүргенде жаңағы ханзада бөлмесінен шықпай, еш нәрсеге қызықпайтын болады. Баласының мұндай жағдайын көрген әкесінің жүрегі ауырады. Бір күні хан сол елдің ең білімді ғұламасын шақырып, жағдайды түсіндіріп, баласының дертіне бір дауа табуын бұйырады. Ойлануға бар жоғы бір апта береді. Осы уақыт ішінде ешқандай шешім табылмайтын болса, ғұламаның өміріне қиянат жасалатынын ескертеді. Қария күн демей, түн демей ойланса да ешбір амал таба алмайды. Ханның сөзін ескеріп, өлкеден қашып кетуді жоспарлайды. Жақындарымен қоштасып, жиған тергенін арқасына артып, кетіп бара жатып, бір ауылдың маңынан қой бағып жүрген жас жігітті көреді. Онымен біраз әңгімелеседі. Қойшы, аға, аз уақытқа қойларымды бағып берсеңіз, түскі асымды алмай шығыппын. Үй жаққа барып, соны алып келейін деп едім, дейді. Ғұлама біреуге болса да жақсылығым тисін деп, бар ниетімен қуана келседі. Бар ынтамен назарын мойнына алып, жауапкершілікпен қарап тұрғанда, бір қозы ойнап жүріп, ор ішіне домалап түседі. Қозыны құтқарып шығармаса, өзі шыға алмайтыны анық. Қойшы баланың алдында ұят болды деп, ғұлама орға түскен қозыны құтқармақшы болады.
Осы мақсатпен орға түседі. Қозыны арқасына байлап, ордан шығуға тырысады. Бірақ қозының ауырлығынан көпке шыдамай қайта орға құлайды. Қайта тырмысып, қайта құлап, әрең дегенде қозыны ордан шығарады. Жас досына берген уәдесін орындау үшін бір қозыны құтқарам деп жанталасқаны, өзінің басына түскен жағдайды, өлкені тәрк етіп бара жатқанын естіп, есінен шығарады. Есіне түсіп ойланады. Кім бастаған ісінің сәтті аяқталуын мақсат етіп, қойылған мақсатына толық берілген болса, ол кісінің ешқандай іші де пыспайды, басқа еш нәрсені көңіліне де алмайды. Осыны ойлап құлама қашудан бас тартады. Ханның алдына барып, «Уа мәртебелім, егер ханзаданың еш нәрсеге қызығушылығы жоқ болып, іші пысса, өмірден түңіліп жүрсе, оған жауапкершілік жүктеңіз. Бос уақыт болмайтынын тапсырма беріңіз. Іші пысқанның, өмірден түңілгендіктің негізгі себебі еріккендік, жауапкершіліктің жоқтығы. Беретін тапсырмаңыз қаншалықты үлкен, маңызды болса, балаңыздың өмірге деген көзқарасы соншалықты тез өзгеріп, құштарлығы артып, жаңадан тыныс алғандай болады», деген екен. Оқушылар, бейнебаян не туралы айтылған? Бұл бейнебаяннан не түсіндіңдер? Бейнебаянда қарт ғалымның шешімі қаншалықты тиімді болды деп ойлайсыңдар? Бұл бейнебаяннан қандай құндылықты байқадыңдар? Бейнебаянда қандай қасиеттер кездесті? Сендер жауапкершілікті сезініп көргенсіңдер ме? Тамаша, жарайсыңдар. Ал енді оқушылар, топтық жұмыс орындаймыз. Топтық жұмысқа көшпес бұрын, ең алдымен топқа бөлініп алайық. Мен қазір сендерге 3 түрлі күлегештер таратып беремін. Сол бойынша 3 топқа бөлінеміз. Бірінші топ жұлдыздар тобы, екінші топ ай тобы, үшінші топ жер тобы. Бірінші топқа тапсырма. Дербес адам қандай? Осы сұраққа ойланып, дербес адамды сипаттайтын сөздерді тауып жазыңдар. Екінші топқа тапсырма, суретте бейнеленген көбелектің қанатындағы сұрақтарды оқып, оларға жауап жазасыңдар. Үшінші топқа тапсырма, мәтінді оқыңдар, рөлдерге бөліп сахналап көрсетесіңдер. Жарайсыңдар оқушылар. Ал енді қазір біз жұптық тапсырма орындайтын боламыз. Екінші тапсырма, жауапкершілікті адам қандай болу керектігі туралы өз ойларыңды жалғастырып жазыңдар. Жұптарыңмен ақылдасып, мына сөйлемдерді жалғастырып жазыңдар. Жарайсыңдар оқушылар, жақсы жұмыс атқардыңдар. Бұл жұмыстарды орындау барысында біз жауапкершілік, дербестік ұғымдарының мән-мағынасын ажырата білдік. Топтық, жұптық жұмыс орындау барысында жауапкершілікті сезіндік. Ал енді топпен барлығымыз дос болайық бәріміз атты ән айтамыз. Әрқашан дос біргеміз, ажырамас іргеміз, ілгері жүріңдер, достық жыры бөліңдер, облыстық бірлікті, еңбекті сүйіңдер. Дос болайық бәріміз, жарысып көріміз, тыныштықты сақтаймыз, атсын бірлікті қайраттарын қарышта, оқып шыққан жарыста
біздің санамыз қара бұлттың денесі. Дос болайық бәріміз, жарасып тұрармыз, тыныштықты сақтаймыз, дос болайық бәріміз, жарасып тұрармыз, тыныштықты сақтаймыз, атсын тыңдаймыз. Үйге тапсырма оқулықтағы 94-96 беттегі Сейлғазы Әбдірахмановтың өрт атты әңгімесін ата-анамызбен бірге оқып мазмұндап келеміз. Ыңғайланып отырып денелерімізді дұрыс ұстаймыз. Аяқ-қолымызды айқастырмаймыз. Қолдарыңды тізелеріңнің үстіне немесе үстелдің үстіне қоюға болады. Көзімізді жұмып, еркін жайғасайық. Бүгінгі сабағымызды, тек сөзімізді есімізге түсірейік, ішімізден қайталайық. Сыйластық, бауырмалдық, адалдық, жақсы көру дұрыс әрекет құндылығы екен және жауапкершілік, дербестік адам бойындағы ең жақсы қасиет екенін түсіндіңдер. Осының барлығын жүрегімізге салып, көкейімізге түйіп алайық. Жайлап көзімізді ашуға болады. Бүгінгі сабақ үшін рахмет, сау болыңдар.